Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, Сарыарқаның тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Дәуренбек Бағдәулет, алдымен аңдатпа. Асакаров ауданында мемлекеттік бағдарламалар қалай жүзеге асып жатыр? Әлеуметтік нысандардың әл-ауқаты қандай? Астықты өлкенің даму деңгейімен облыс әкімі Ерлан Қошанов танысты. Родители довольны, они частые гости. Халықтың мұңы депутаттар күнінде тыңдалады. Енді облыстық мәслихат депутаттары бұқараны толғандырған мәселенің түйінін жауапты органдармен бірге арнайы белгіленген күні тарқатуға тырысады. Директор материалдар дайындап, осы күнге шақырамыз. Одан кейін өкілетті органдардың мүшелерін, солардың бәрін шақырып, басшыларын осы мәселені талқылаймыз. Федоров су қоймасы ластануда. Кәріз суы көлге қайдан келді? Қалалық мәслихат депутаттары мен экологтар, сондай-ақ тұрғындар алаңдаулы. Біздің тарапымыздан 29 желтоқсан күні судан сынамалар алынды. Паразитологиялық және санитарлық химиялық және микробиологиялық. Сот саласындағы тың бастамалар. Қарағандыдағы мамандандырылған тергеу соты 4 айдың ішінде атқарған жұмыстарын жариялады. Қарағанды облысында барлық мектеп жанындағы интернаттар күрделі жөндеуден өтті. Солардың қатарында Асакаров аудандағы интернат та бар. Аталған бағыт бойынша жөндеу жұмыстары қалай жүзеге асты? Мектеп оқушыларына жасалған қандай жағдайлар бар? Осы және өзге де сауалдар төңірегінде туындаған мәселелерді бағамдау үшін облыс әкімі Ерлан Қошанов жұмыс сапарымен Асакаров ауданына арнайы барды. Бұл жалпы орта білім беретін нөмір 12-ші мектептің интернаты. Мұнда маңайдағы 12 ауыл аймақтың балалары тұрады. Өткен жылғы іс сапарында облыс әкімі интернатты жөндеу жұмыстарынан өткізуге тапсырма берген болатын. Бір жылға жуық уақыт ішінде ғимараттың есік терезелері толықтай алмастырылып, жаңа жиһаздармен жабдықталды. Жаңартылған асхана және жатын орындары жаңаша кейіпке енген. Жөндеу жұмыстарына 144 миллион теңге қаржы жұмсалған. Родители довольны, они частые гости, приезжают, видят, какие изменения произошли на следующий год. Конечно же, планируют своих младших детей отдать нам сюда, в интернат на проживание. Қосымша білім беретін мына орталыққа қалыпқа келтіру жұмыстары қажет. Әзірге ол жоспарда. Облыс әкімі бұл мәселені де назардан тыс қалдырмауды тапсырды. Жоспарға сай алдағы уақытта орталықта 3D модельдеу зертханалық кешені ашылмақ және IT сыныптары мен коворкинг студиялары салынады. Қосымша білім беретін орталық бүгінде 250 адамға шақталған. Жаңғыртудан кейін 500 адамға дейін мүмкіндігі артатын болады. У нас, безусловно, центр посещает очень много школьников. Бізде көптеген жастар орталыққа келіп тұрады. Жастардың арасындағы қылмыстың белең алмауына ықпал ету, алдын алу бойынша арнайы үгіт-насихат жұмыстары жүргізіледі. Сол себепті бұл орталықтың маңызы зор, кеңістігін кеңейткен жөн деп санаймыз. Жұмыспен қамту орталығы жұмыссыз жүргендерге мол мүмкіндік беруде. Мәселен, осы уақытқа дейін 1200 адам жұмысқа орналасып, 90 адам жаңа мамандық иелері атанып үлгерген көрінеді. Слесарларды оқыттық, механизатор және аспаздардың білімдерін жетілдірдік, өзінің жеке ісін ашқандарға ықпал еттік. Мәселен, шаштараз сән салондарын ашқандар жетерлік. Аудан көлеміндегі тұрғын үй мәселесі де назардан тыс қалмады. 1300 адам үй кезегінде тіркелген. Мына баспаналар нұрлы жер бағдарламасы бойынша бой көтерген. Бүгінгі таңда аудан бюджетінің есебінен 19 үйдің сметалық жобалар дайын тұр. Оның 12-сі аудан орталығында, 7-еуі молодежный елді мекенінде салынатын болады. Сонымен қатар облыс әкімі іс-сапар барысында аудан орталығында ең алғаш ашылған супермаркетпен танысты. Өнімдердің басым бөлігі жергілікті өндірушілердің тауарлары. Сол себепті бағасы да қалтаны қақпайды. Алдағы уақытта сауда орнының иесі мемлекеттік бағдарлама көмегімен жанынан қонақ үй салуды бастамақ. У нас получается Бізде 11 жұмыс орны бар. Оның 10-ы жұмыспен қамту орталығынан келгендер. Осылайша мемлекет шағын және орта бизнеске қолдау білдіріп, қаншама адамға жұмыс орнымен қамтамасыз етіп отыр. Сапар соңында облыс әкімі аймақтағы ең ірі ұн өндіретін алтын астық кешенінің жұмысымен танысты. Кәсіпорын тәулігіне 220 тонна өнім шығарады. Сапалы ұн елімізден бөлек Өзбекстан, Тәжікстан, Ауғанстан және Түркменстан елдеріне экспортталады. Ботабек Маратұлы, Мұрат Төкенов, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы. Қарағанды қаласына инженер, ревизор, редактор, аудармашы, дәрігерлер қажет. Мұндай мамандықтары бар тұрғындар Шығыс базарымен қатар Арай, Алтын Арба базарларына барып ақпарат ала алады. Себебі
осы сауда орталықтарында жұмыспен қамту пункттері ашылды. Бұл тапсырманы бір апта бұрын облыс әкімі Ерлан Қошанов берген болатын. Барлық ақпаратты бересіздер ғой. Бизнестің жол картасы, басқа да бағдарламалар бойынша. Қандай несие алуға болады, қандай мемлекет көмегін көрсетіп деген сияқты. Мына жерде базаларымыз бар. Қосылып тұрсыздар. Интернет бар, барлық мүмкіндік бар. Жаңа ашылған жұмыспен қамту пункті еңбек көзін іздегендерді жұмыссыз қалдырмайды. Қазір қаладағы кәсіпорындар мен ұйымдарда 1345 бос орын тұр. Инженер, ревизор, редактор, аудармашы, дәрігерлер қажет. Тігінші, слесарь, дәнекерлеуші секілді мамандықтарға да сұраныс жоғары. Осы мамандықтарды меңгеремін деушілер қайта оқыту курстарынан өте алады. Ал бизнес бастау арқылы өз кәсіптерін ашуға мүмкіндігі де бар. Облыс әкімінің орынбасары Асхат Аймағамбетов кеңесшілерге мемлекеттік бағдарламалар әлеуетін тереңнен түсіндіруге тапсырма берді. Барлық мүмкіндіктер бар. Несие алуға болатын болса да, осы жерде өздері бизнес план дейді, бизнес жоспарды дайындауға да, оқытуға да бәріне барлық мүмкіндік беруге дайын. Знал кредит алды, жаңағы мал неге кредит алып, жаңағы мал өсіретін. Иә, мал бордақылау болсын, мал өсіру болсын, жаңағы көп мәселелер бар, сол үшін бүгін несие алуға болады. Көп қой қазір жақсап түсіндірім. Қазагрогарант 85% береді. Начинающий предприниматель. Соның бәрін жақсап түсіндіріп, мынау ақпаратты алсаңыз, әрі қарай біз көмектесеміз. Рахмет. Біржан Балғожа Арай базарында көкөніс сатады. Жылыжай кешенін ашқысы келген, алайда қаржы жетпейді. Бүгінгі ашылған жұмыспен қамту орталығына келіп, мемлекеттен қолдау барын білді. Енді шағын несие алып, кәсібімді дөңгелетемін деп отыр. Осы жаңағы айтқандардың бойынша жаңағы кредит алып, жаңағы болашақта жаңағы мақсатымыз бар, енді сол жылыжай ашып, сол өнім шығару деген. Сол сабақтарына қатысып, Құдай қаласа, соны ары қарай дамытамыз. Мемлекеттен көп қолдау бар. Бұны біз бұрын білген жоқпыз, шын айтқанда. Халықты енді ақпараттану керек қой, қазір көбісі білмейді осындай бар екенін. Сол құптаймыз осындай болғанына. Дәл осындай орталық бұл күні Алтын Арба дүкенінде өз жұмысын бастады. Бұған дейін Шығыс базарында жұмыспен қамту пункті ашылған болатын. Сонда облыс әкімі қаладағы барлық базарларда осындай орталықтар болу керек деп тапсырма берген еді. Бүгінде осы үш орталықта 110 адам ақпарат алып, 11-і тұрақты жұмысқа орналасқан, ал 45-і қайта оқу курстарына жіберіліпті. Енді ілкімді бастама Октябрь ауданына қарасты сауда нүктелерінде өз жалғасын табады. Гүлбақша Қажанова, Ғабиден Құрышбеков, Зарина Зулпухар, Сарыарқа телеарнасы. Облыстық мәслихат депутаттары тұрғындардың өтініш шағымдарын қараусыз қалдырмайды. Енді халық қалаулылары бірнеше тараптардың қатысуымен шешілетін күрделі сұрақтарды депутаттар күні қарастырмақ. Толығырақ әріптесім баяндасын. Бұл облыстық мәслихат хатшысы Серік Өтешевтің төрағалығымен өтетін депутаттар күнінің отырысы. Ендігі уақытта әрбір айдың 3-ші бейсенбісі күні ашық қабылдауда халық қалаулылары бірнеше мемлекеттік органдардың қатысуын қажет ететін күрмеу көп мәселелерді талқыға салып, барынша сұрақтың шешімін табуға күш салмақ. Наши избиратели поднимают вопросы образования, здравоохранения. Сайлаушыларымыз тұрғын үй, білім секілді өзекті мәселелерді үнемі бізге жолдап келеді. Оның ішінде қоғамдық автобустардың кестеге сай жүруі жөнінде де шағымдар кездесіп тұрады. Біз депутаттар күні арқылы барынша мәселені шешуіміз қажет. Бүгінгі қаралатын сұрағымыз да өте өзекті болып отыр. Депутаттар күнінің ағымдағы жылғы алғашқы отырысында тараптар Толқын Шымкентбаеваның мәселесін қарады. Бірнеше жылдан бері жарықсыз отырмыз деген 134-ші есепті квартал тұрғыны ауыз суға да жармаймыз дейді. Аталған проблемаға қатысты депутаттар салаға жауапты мамандарды да арнайы шақыртып, қажетті жауаптар алынды. Спасибо депутатам, что откликнулись. Депутаттарға алғысым шексіз. Мәселемізді айтып келгенде біздегі қиындықтарды барынша шешу үшін күш салып отырғандары қуантты. Міне жағдайдың қалыпқа келу үшін арнайы жиын өткізгендері де депутаттардың ашықтығын көрсетіп отыр. Жаңағы бәр депутаттарымыз өздерінің округтерінде жаңағы депутаттармен хабарласуға болады. Олар сосын бізге аппаратқа шығады, жаңағы нелерден. Содан кейін біз нелерді деректі материалдар дайындап, осы күнге шақырамыз. Содан кейін өкілетті органдардың мүшелерін солардың бәрін шақырып, басшыларын осы мәселені талқылаймыз. Депутаттар күні барынша тұрғындар арасындағы өзекті мәселелер шешудің таптырмас жол дейді облыстық мәслихат өкілдері. Әрбір адамның шағым өтінішін осындай басқосуда кеңінен талқылап, шешуге дайын екендіктерін айтады халық қалаулылары. Мақсат Бисенаев, Мұрат Төкенов, Ардақ Кейкенова, Сарыарқа телеарнасы.
Ал қала тұрғындары Федоров су қоймасына кәріз суы ағып жатыр деп дабыл қақты. Әзірге қалдық судың қайдан келгені белгісіз. Қарағанды қалалық мәслихатының депутаттары аталмыш орынға арнайы барып, оқиғаның мән-жайын анықтауға тырысты. Тақырыпты әріптесім Айдана Дастан түйіндесін. Өткен жылдың 16 мамырында Федоров су қоймасы кәріз суымен ластанған. Мұны алғаш болып байқағандардың бірі осы саяжайдың тұрғыны Любовь Рыбина. Айтуынша, мұнда қалдық, яғни лас су жайылып, қолқаны қабар иіс барлық аумаққа тараған. У меня 278 участков. Менің қарамағымда 278 бөлімше бар. Жалпы алғанда мұнда 4000-нан астам саяжай бар. Мұнда біз бақшамыз суарамыз, балаларымыз, немереміз суға түседі. Ал жағдай болса мынадай, көлді ластап, айналаға сасық иіс таратады. Біздің саяжайымызға 38 жыл болды. Мұндай бұрын-соңды болмаған. Жергілікті тұрғындар бұл көріністі бейнетаспаға жазып алып, жауапты мекемелерге жолдағандарын айтады. Поэтому спрос будет очень строгий с каждого из вас. Вы должны беспокоиться. Мамандар әзірге бұл кәріз суы қайдан келіп аққанын анықтай алмай әлек. Экологтар Стинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен Қарағанды су компаниясына қатысты тексеру жұмыстарын жүргізген. Осы мақсатта экология департаментінің өкілдері 3 жерден судың сынамасын алған. 2018 жылдың желтоқсан айында бізге арыз түсті. Нұра Сары су инспекциясынан арыз бойынша біз тексеріс аштық. Дайын болғаннан кейін біздің Қарағанды су мекемесі әкімшілік жазаға тартылады. Талап бойынша коллекторға қосылулардың әрқайсында су басып кетпес үшін кері айналым клапаны болуға тиіс екен. Ал мұнда ол жоқ. Қазіргі таңда Қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кәріз жүйелеріне тиісті жөндеу жұмыстарын жүргізген көрінеді. Алайда су ағарларда қалпына келтіру жұмыстарын талап етеді дейді депутаттар. Қаншама жыл бойы ливневый канализация қалада қараусыз қалып отырды. Сонымен қазір жарты жаңағы ливневый канализация кететін стоптардың жартысы жай бытовой канализациямен кетіп тұратын. Қазір бытовой канализацияны Қарағанды су жасап тұрып, енді ремонтын жасап алды. Жасап алғасын, енді жаңағы ливневый деген суларымыз, олар енді жаңағы канализация кетпейді. Халықтың шағымын ескерген санитарлық гигиеналық бөлімнің мамандары судан сынама алған. Нәтижесі жақсы шыққанын айтады олар. Алайда саяжай тұрғындары судың тазалығына күмән келтіріп, қайта тексеріс жүргізуді талап етуде. Судың сапасына жауаптымыз біз. Светлана Владимировна деген кісімен жаңа сөйлестік, ақылдастық. Ол кісі өзінің атынан, тұрғындардың атынан өтініш жазады. Сол өтініш арқылы біз тағы да су сынамаларын алатын боламыз, ашық су қоймаларынан. Айта кетелік, бұл саяжайға 38 жыл. Осы уақытқа дейін мұндай жағдай болмаған. Отбасы мен балаларын уайымдаған халық таза әрі сапалы су алғымыз келеді деп шағымдануда. Аталған мәселені депутаттар алдағы уақытта қалалық мәслихаттың кезекті отырысында талқыға салып, тиісті мекемелер жауапқа тартылатын айтты. Қалалық мәслихаттың хатшысы Құдайберген Бексұлтанов Федоров су қоймасы тікелей облыс басшысының назарында екенін ескертті. Айдана Дастан, Мұрат Төкенов, Роман Капылов, Сарыарқа телеарнасы. Үйдің мекенжайы дұрыс көрсетілмеген. Сондықтан көшеге не жедел жәрдем, не өрт сөндіруші уақытылы жете алмай әлек болады. Осындай шағыммен арнамыздың жедел желісіне Күнгей ықшамауданының тұрғындары хабарласты. Жергілікті халықтың шағымын тілшіміз тыңдап қайтқан болатын. Күнгей ықшамауданындағы мына белгіден бұл Қайрат Тілеуғабылов атындағы көше екенін аңғаруға болады. Ал енді мына белгімен жүрсеңіз мүлдем басқа, яғни Мұхамедхан Сейітқұлов көшесіне түсесіз. Аталған көшенің атауы осымен 3-ші рет өзгертілгенін жергілікті тұрғындардың басым бөлігі білмейтін көрінеді. Год назад в январе месяце. Бір жыл бұрын мен зейнеткерлікке шығу үшін өтініш тапсыруға барған едім. Сол уақытта мамандарға көшемнің мекенжайын айтсам дұрыс емес дейді. Сөйтсем мен Мұхамедхан Сейітқұлов көшесінде тұрады екенмін. Аман Аймақаев оңтүстік шығыс ықшамауданының 15-ші учаскісіне 6 жыл бұрын көшіп келген. Кейіннен бұл көшеге қаза тапқан өрт сөндіруші Батыр Қайрат Тілеуғабыловтың есімі берілген. Алайда мекенжай куәлігін алған кезде ол Мұхамедхан Сейітқұлов көшесінде тұратынын білген. Мұндағы көше атаулары бірнеше рет ауыстырылған көрінеді. Сондықтан Күнгей ықшамауданында нақты көшені табу қиындық туғызып жататынын жасырмайды. Теперь ни скорая не знает этот адрес. Не можем вызвать. Ночью выходишь с фонарем и машешь им. Днем жедел жәрдем мекенжайды таба алмайды. Түнде тіпті шығып, жарық жағып, алдарынан шықпасаң болмайды. Әйелім бірде дәріге тапсырыс берген еді. Тапсырыс әкелушілер Қарағандыда мұндай мекенжай жоқ деп шағымданды.
Жергілікті тұрғындар бұл жағдайға еттері үйреніп қалғанын жасырмайды. Қасында жол көрсетуші адам болмаса, мұнда адасып кетуге болатынын айтып шағымдануда. Ал билік өкілдері аталмыш ықшамаудандағы белгілер сәйкес келеді деп кепілдік береді. Бір көшеде атауы 2 бөлек үйлер кездесе беретінін де айтты. У нас микрорайон Күнгей, допустим, да, на одной стороне. Күнгей ықшам ауданында бір көшеде басқа мекенжай, ал қарама-қарсы көшеде басқа атау кездесе береді. 2016 жылы бұрылыстары көрініп тұру үшін біз арнайы белгілерді орнатқан болатынбыз. Ал мекенжайдың дұрыс қойылуына жер қатынастары, сәулет және қала құрылыс бөлімі жауапты. Мұндай түсініспеушіліктің себебін тұрғындарға не мәдениет бөлімі, не жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімінің мамандары түсіндірмеді. Демек, Күнгей ықшам ауданының халқы әзірге жол көрсетіп, ал келген көліктер адасып жүруге мәжбүр. Айдана Дастан, Ғабиден Құршбеков, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы. Қарағанды қаласының мамандандырылған тергеу соты өз жұмысын өткен жылы бастаған еді. Аталған мекеме 4 айдың ішінде 1700-ге жуық іс қараған. Бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне жауапты мамандар айтып берді. Тақырыпты тілші толықтырады. Бүгінгі таңда соттарды мамандандыру мәселесі біздің елде қарқынды дамып келеді. Экономика саласындағы азаматтық, әкімшілік және де аса ауыр қылмыстар туралы істерді қарайтын мамандандырылған соттар сот жүйесінде мықтап орын алды. Мәселен, Қарағандыда мамандандырылған тергеу соты елбасының жарлығымен 2018 жылдың 16 қаңтарында құрылды. Қазірде мұнда 10 қызметкер еңбек етеді. Вы же сказали, это ходатайство. Тергеу сотының өкілетіне қамауға алу, үйғамақта ұстау және экстрадициялық қамауға алу, лауазымынан уақытша шеттеу, кепілдікті қолдану, мүлікке тыйым салу секілді міндеттер кіреді. Сондай-ақ тергеу органдарының әрекетсіздігіне қатысты шағымдарды да қарастыратынын айта кеткен жөн. Сотқа жүгінген адамдардың мәселесін жылдам әрі әділетті шешу мақсатында құрылған бұл мекеме өз жұмысын 1 тамызда бастады. Мамандар 4 айдың ішінде 1696 іс қаралғанын айтады. Тергеу судьясы қылмыстық процестік кодекстің 55 бабына сай сотқа дейінгі іс жүргізу барысында 26 сұрақ қарастырады. Бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне мамандар толығырақ айтып берді. Сегодняшняя презентация направлена на то, чтобы халыққа ақпаратты жеткізетін бірден бір құрал ол бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері. Сондықтан біз осы шараны ұйымдастыра отырып, журналистер қауым арқылы біздің мекеменің жұмысымен таныстырғымыз келді. Қарағандыда мамандандырылған тергеу соты жұмыс істейтінін бірі білсе, бірі біле бермейді. Бүгінгі таңда жемісті жұмыс атқарып жатыр десек болады. Тергеу сотының құрудағы мақсаты сотқа дейінгі тергеп тексеру әрекеттерінің заңдылығын қадағалау болып табылады. Бұл біріншіден қаралып жатқан істердің ашықтығын дәлелдесе, екіншіден азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға кепілдік береді дейді мамандар. Айдана Дастан, Еркелан Тойболдин, Лола Қалышева, Сарыарқа телеарнасы. Бір келі бал сатып алда сыйлыққа ие бол. Мұндай керемет мүмкіндікке кеншілер мәдениет сарайында өтіп жатқан бал жәрмеңкесінде қол жеткізуге болады. Ресейден әкелінген өнімнің бір ерекшелігі табиғи, таза әрі денсаулыққа пайдалы дейді. Әсіресе жұқпалы аурулар пайда болатын кезеңде таптырмас ем көрінеді. Черноплодные рябины, мед и клубника. Это делается по особой технологии идет. Ягода томится в печи определенный промежуток времени, и потом на основе меда добавляется. Жәрмеңкеде тұрғындарға балдың 30-ға жуық түрі ұсынылуда. Мұнда таңдау жоғары. Қай түрін алсаңыз да денсаулыққа өте пайдалы. Дене буындарын жақсартады, жоғары қан қысымын түсіреді, иммунитет пен гемоглобинді көтереді. Өнімнің құрамы мен осындай пайдасын тұрғындарға сатушы кеңесшілер тәтпіштеп түсіндіреді. Сезон простудных заболеваний мед считается. Бұл балдардың бәрі түрлі жұқпалы аурулар шыға бастаған кезде өте қажет. Мәселен, араны сүті деп аталатын бал холестеринді түсетеді, қан қысымын төмендетеді. Ал жабайы бал деп аталатын өнімде микро және макроэлементтер көп, иммунитетті көтереді. Адыгейский талшын балы буындар қақсағанда пайдалы әрі гемоглобинді көтереді. Алтай башқұрт балын сатып алуға келіп жатқан тұрғындарға тараз емес. Әр тұтынушы дәмін татып көреді де қалағанын қосымша сыйлығымен сатып алады. Себебі қарағандылықтар үшін арнайы акция өтуде. Яғни өзіңіз қалаған бір келі бал сатып алсаңыз, тағы бір келісі сыйға беріледі. 5 килограмм меда вы у нас купили, и 5 килограмм меда мы дарим вам еще в подарок. Спасибо большое за покупку. Жәрмеңкеге тұрақты түрде келетін Галина Диакова мүмкіндікті мүлт жібермеді. Ол үнемі балды көп мөлшерде сатып алып кәдесіне жаратады. Себебі аса аждаһаттылықпен өндірілетін өнімдер ұзақ сақталатынын айтады. Сапасына да дән риза.
В принципе, я мед покупаю. Мен балды денсаулығыма пайдалы болғаннан кейін үнемі сатып аламын. Жаңа дәмін татып көрдім. Бәрі бір-бірінен өтеді. Бір келі сатып алып, бір келі қосымша сыйлық ретінде алдым. Мұндай акция үшін алғысымды айтамын. Өте тиімді болды. Бұдан бөлек сауда сөрелерінен емдік шөптермен балдан жасалған крем, шампунь, шипамайлар табасыз. Бүйрекке дауа, асқазанды тазартатын шайлар, түрлі дертке шипа жеміс шырындары да бар. Кеншілер мәдениет сарайында бүгін ашылған бал жәрмеңкесі енді 28 қаңтарға дейін жалғаспақ. Ал тіл үйірер бал сатып алуға қызыққан ағайындар таңертең сағат 10-нан кешкі 7-ге дейін келе алады. Гүлбақша Ақажанова, Сайран Ақанбаев, Зарина Зулпыхар, Сарыарқа телеарнасы. Бұл бүгінгі күннің басты деген жаңалықтарының легі болды. Студияда тек жағымды жаңалықтармен жүздесейік.